Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осылай өте керемет дәмді болатын палау жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен каналға жазылып кетіңіздер. Осындай кішкене ғана етті жақсылап қуырып алатын боламыз. Қызарғанша. Жан-жағында уже қызарып жатыр, көріп жатырсыздар. Ет қызарған кезде палаудың түсі өте әдемі болып шығады. Сондықтан да міндетті түрде ет пен пиязды қызартып қуырып алатын боламыз. Еттің көлемі отбасыңыздағы адамдардың санына сай болса дұрыс болады. Осылай пияз сәбіздерімді ашып, жуып дайындап алдым. Мінекей пиязымызды турадық және салдық. Осылай ірі етіп турасаңыздар болады. Және тағы да қызарғанша жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Пиязды қуырып жатқан кезде біз сәбізімізді турап дайындап алатын боламыз. Енді мінекей осылай қызарып қуырылған соң үстінен сәбізімізді турап салатын боламыз. Және міндетті түрде сәбізді де ұзақтау уақыт қуыратын боламыз, бірақ күйіп кетпеу қажет. Сонда палауымыздың түсі де өзі өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Мен палауға ешқандай басқа приправа секілді заттар қоспаймын. Мінекей осылай болып шықты. Енді тұзын салатын боламыз. Және суды құямыз. Мінекей қараңыздар, бізде өте күшті қуырылған соң осылай сорпасы бірден сарғайып кетті. Және де осылай тұзын салып алатын боламыз. Суды көп құймауға кеңес беремін. Осындай қоссаңыздар болады негізі. Бұл дәмін қатты келтірмейді. Бірақ өзбекше палауларға көбірек қосып жатады осылай заттарды. Суды көбірек қоспаймыз, тек осылай сәбіз батқанша ғана қосып, күрішті жақсылап жуатын боламыз, суы тазарғанша. Себебі күріште крахмал болғандықтан палауымыз жабысып қалуы мүмкін. Осылай бетіне салып, қайнаған соң жауып шығатын боламыз. Ешқандай да қозғамаймыз. Тек осылай жауып шығатын боламыз. Сосын қазанымыздың бетін жауып, 10 минутқа бұқтырып қоямыз шамамен. 10 минуттан кейін бізде суы тартылады. Сол кезде оны демдеуге кірісетін боламыз. Мінекей 10 минуттан кейін осылай болды. Енді араластыруға болады. Жақсылап араластырып, қазақша айтқанда дымдап қоятын боламыз, демдеп. Осылай мен ерекше әдісім пышақ. Немесе өздеріңізге ыңғайлы затпен осылай кішкене ауа кірсін деп жасасаңыздар болады. Міндетті түрде бетін жауып 45 минутта баяу отта пісіретін боламыз.